Армысыздар, Жансая арнасының көрермендері. Сіздермен бірге мен Жансая. Мен бүгінгі тақырыпты адамның ағзасындағы ең маңызды органдардың бірі бауыр жайында әңгіме қозғағым келіп отыр. Бауырды қалай ауыртпай алдын ала аламыз? Түрлі аурулардан қалай қорғаймыз? Міне осы тақырыпты бүгін айтпақпын. Қараңыздар, егер де сіздің қабырға тұстарыңыз ауырып, майлы тағамдардан жиіркену басталатын болса, демек сізге сигнал келіп жатыр. Бауырды күту керек, тазарту керек деген. Ең бірінші, ұйқыңызға аса қатты мән беріңіз. Егер де сіз түнгі 10-дар шамасында ұйқыға жататын болсаңыз, яғни 11-ден бастап түнгі 1-ге дейін сіздің бауырыңызда табиғи тазару процесі жүреді, яғни фильтр жүреді. Бауыр қызметін жақсартатын екінші бір мәселе бұл жаттығу. Күнделікті мына сіздерге көрсеткен жаттығуды қарапайым ғана жаттығуды үй жағдайында жасап, бауырдың қызметін жақсартыңыз. Бауырды тазалау керек, яғни сіздің күнделікті тұтынып жүрген фастфудтарыңыз, яғни зиянды тағамдарыңыз, газдалған сусындарыңыз, ұйқы процесінің қалыпты болмауы, бұның барлығы бауыр қызметін бұзады және бұның соңы аса қауіпті ауру қалып келеді. Бауырды тазалауыңыз керек. Бұны қалай тазалайсыз? Үй жағдайында базардан мейіз сатып аласыз. Мейізіңіз қатты жұмсақ немесе қатып қалған болмауы керек. Және мейіз аса жылтырап тұрмауы керек. Мені сатып алып келген мейізіңізді жылы суға жақсылап жуып, тазалап, 150 мл ыстық суға салып, 2 ас қасық мейізді салып, тұндырып оны. Дайын болған сусынды, яғни таңға дейін тұрған сусынды азанда, күнде азанда аш қарынға тұтынасыз. Және тағы бір айта кететін нәрсе, өзіңіздің тамақтарыңызда көбінде жаңағындай көкөністерді пайдалануға тырысыңыз. Бұл мейізбен тазарту, жаттығу, ұйқыңызға мән бересіз және көкөністерді көбірек тұтынуға өзіңізді қадағалаңыз. Осы тазару процесін жасап жатқан кезде диета ұстағаныңыз абзал. Диета фастфудтардан, газдалған сусыннан және майлы тағамдардан. Міне осылай өзіңіздің денсаулығыңызды қарап күтетін болсаңыз, бауырыңыз да ауырмайды. Бауыр жақсы жұмыс жасаған кезде бүткіл ағзаның қызметі қалыпты жағдайда болады. Менің сіздерге ұсынған бауыр жайлы ақпаратым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, мені қолдай жүріңіздер.